Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жүрек-қан тамыр жүйесінің патофизиологиясының екінші бөлімі. Біз бірінші бөлімде қан айналым жеткіліксіздігіне алып келетін себептер, яғни олар гиповолемиялық, жүректік, жүрек-қан тамырлық және солардың барлығының бірлескен түрін бірлескен деп жіктедік. Және де олардың ең біріншісі гиповолемиялық, яғни қан аз, айналымдағы қан көлемінің аз болуына байланысты қан жеткіліксіздігі болса, екіншісі бізде жүректік себептердің өзін біз төртке бөлген болатынбыз. Жүктемелік, біріншілік миокард зақымдануы, біріншілік перикард зақымдануы және де аритмиялар салдарынан. Және де біз өткен видеомызда біз сол жүректік себептің жүктемеден қалай қан айналым жеткіліксіздігі пайда болатынын айтқан болатынбыз. Енді бүгінгі біз видеомызда біріншілік миокард зақымдалуына тоқталамыз. Видеомыз басталмастан бұрын мен бір нәрсе айта кетейін. Менің каналымды көретін 90%-ға жуық көрермендер каналға тіркелмей көреді екен. Соған байланысты мен сіздердің өтінішім, қазақ тілді медициналық каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп, видеоларды тамашалаңыздар. Нұр үстіне нұр болушы еді. Сонымен кеттік. Біз қан айналым жеткіліксіздігін біз 4 түрге бөлдік. Оларды гиповолемиялық, 4 түрлі себептен пайда болады деп бөлдік. Оларды гиповолемиялық, жүректік, жүрек-қан тамырлық және де осыларды бірлескен. Яғни бірнеше түрінің қосылуын бірлескен деп атайтын болдық. Енді жүректік себептерге біз оларда жүктемеден, біріншілік миокард зақымдалуынан, біріншілік перикард зақымдалуынан және де аритмия салдарынан деп жіктеген болатынбыз. Және де біз бірінші видеомызда біз жүктемеден қалай қан айналым жеткіліксіздігі пайда болатынына толығымен тоқталдық деген ойдамын. Егер де көрмеген болсаңыздар, жоғарғы жаққа ссылка шығады, соған кіріп көріп шықсаңыздар болады. Енді біріншілік миокард зақымдануы. Бұның біз екі түрін ажыратамыз. Біріншілік миокард зақымдануы ол коронагенді және де коронагенді емес, яғни кардиомиопатиялық болуы мүмкін. Коронагендіге тоқталатын болсақ, енді коронагенді бізде жеткіліксіздігі, яғни жүрекке келетін қан айналым жеткіліксіздігін біз коронагенді жеткіліксіздік деп атаймыз. Олардың екі түрін ажыратамыз: салыстырмалы және де абсолютті. Салыстырмалы коронарлы жеткіліксіздік кезінде, бұл кезде коронарлы тамырлар бәрі өз қалпында тұрады, алайда қан жеткіліксіз болады. Оған қандай да бір физикалық жүктеме кезінде, немесе тахикардия, немесе стресс кездерінде жүрек қатты соғуына байланысты коронарлы тамырлар өз қызметін толығымен атқара алмай қалады. Кейбір жағдайларда. Соған байланысты бізде салыстырмалы коронагенді жеткіліксіздік туындайды. Бұл бізде миокардтың біріншілік зақымдануына жатады. Ал абсолютті коронагенді зақымдалуға бұлар коронарлы тамырлардың ішінде қандай да бір тромбтар, эмболиялар, немесе коронарлы тамырлардың сыртынан бір нәрселер келіп қысып қалуы, ол жерлерде қандай да бір ішінен өсінділер шығуы, атеросклероздар пайда болуын біз абсолютті коронагенді жеткіліксіздікке жатқызамыз. Енді осы коронарлы тамырлардың жеткіліксіздігін тудыратын бірден бір себептердің бірі бұл бізде атеросклероз болып табылады. Атеросклероз дегеніміз бұл қан тамыр ішіндегі липидтер алмасуының бұзылысынан пайда болатын мультифокальды ауру болып табылады. Енді бұлар кез келген тамырлардың ішінде болуы мүмкін, бірақ та біз миокардты талқылап жатқандықтан біз коронарлы тамырлардың ішінде атеросклероз қалай пайда болатынын тоқтала өтеміз. Ең алдымен бұлардың негізі атеросклероздың дамуында бірнеше себептер бар, теориялар бар. Солардың бірден бір ұтымды жол, бірден бір ойға қонымды теориясы бұл коронарлы тамырлардың ең алдымен спазм пайда болуы. Яғни мынандай бір тамырлар болатын болса, осылардың ішінде эпителий энтималары болады. Осы жерден негізі қалыпты жағдайда липопротеидтер мына жақ тамыр ішінен тамыр сыртына қарай өтіп тұрады қалыпты жағдайда. Яғни бұл жерде өзінің липопротеидтердің белоктары, яғни рецепторлар арқылы ол тамыр ішінен тамыр сыртына қарай өтіп тұрады. Ал егер де қандай да бір жағдайларға байланысты осы рецепторлар жоқ болатын болса, немесе тамыр ішіндегі мынандай липопротеидтер көп болатын болса, онда ол бұл рецепторларға бағынбай
өздері өтей бастайды. Яғни өз заңына бағынбай рецепторларсыз өз күшімен өтуге тырысады, бірақ та бұл болмайды. Соның әсерінен бізде тамыр қабырғасының ішкі қабырғасы эпителий энтимасыз зақымданады. Эпителий зақымдалған соң ол жерге липопротеидтер кіріп ене бастайды. Және де липопротеидтер кіріп енген соң ол жерде қандай да бір жарақат барын сезіп макрофагтар немеге тамыр қабырғасына келіп жинала бастайды. Тамыр қабырғасына келіп макрофагтар липидтерді қышқыл арқылы ерітуге тырысады, бірақ алайда липидтердің өздері қышқыл болғандықтан олар ерімейді. Соның әсерінен макрофагтың ішіне липидтер толып, ол тамыр қабырғасында үлкен мынандай бір атеросклерозды бляшкалар пайда болады. Және де егер де адам диета сақтамайтын болса, дұрыс тамақтанбайтын болса, бұл атеросклерозды бляшкалар ұлғайып, коронарлы тамырлардың ортасындағы кеңістігін толығымен жауып қалуы мүмкін. Яғни мына аймақтардың барлығын толығымен жауып қалуы мүмкін. Енді липопротеидтер біз бірнеше түрлерін ажыратамыз. Липопротеидтердің тығыздығы төмен липопротеидтер, тығыздығы жоғарғы липопротеидтер, тығыздығы өте төмен липопротеидтер, және де холестерин, триглицеридтер, бұлардың барлығы май алмасуының бұзылыстарында деңгейі жоғарылаған кезде бізде атеросклерозды дамытады. Бұлардың ішінде ең қауіптісі біз үшін тығыздығы төмен липопротеидтер, және де тығыздығы өте төмен липопротеидтер бұл адам организмі үшін қауіпті болып табылады. Бұлардың айырмашылығы не? Тығыздығы төмен липопротеидтер, яғни олардың құрамында белок және май болады. Ал тығыздығы төмен липопротеидтер құрамында белок аз болады, яғни белоктардың тығыздығы төмен, ал липидтердің тығыздығы жоғары. Осыған байланысты бізде тығыздығы төмен липопротеидтер, ал тығыздығы жоғары липопротеидтерде ол жерде белоктар көп, майлар аз болып келеді. Соның әсерінен олар көп жағдайларда адам үшін қауіпсіз болып табылады. Және де ол тығыздығы жоғары липопротеидтердің тағы бір қасиеті, ол холестеринді өзіне қарай қармап ұстап алады. Және де атеросклероз бұл жүректің ишемиялық ауруына алып келетін бірден бір себептердің бірі болып табылады. Яғни 90%-ға жуық кезде бізде жүректің ишемиялық ауруын, немесе орысша ИБС дейді, осыған алып келетін негізгі себеп бұл атеросклероз болып табылады. Енді олар қалай алып келеді? Жүректің ишемиялық ауруы ең алдымен ол жүрекке қанның, яғни оттегінің келуінің дұрыс болмауы. Жүрекке оттегі дұрыс келмейтін болса, бізде ол жерде ишемиялық ошақтар пайда болып, жүрек миокард зақымдана бастайды. Ал атеросклероз қалай алып келеді? Оған бірнеше себептері бар. Себебі эпителий қабаты қалыпты жағдайда бізде азот оксидін бөледі, яғни NO бөледі. Ол тамырлардың қабырғасын кеңейтеді, және де эпителий қабаты бұл гепарин тәрізді затты бөледі. Гепариндер олар тамыр қабырғасын қан тамырлар ішіндегі қанды сұйық күйінде ұстауға көмектеседі. Одан кейін біз тамырлар бұл қалыпты жағдайда эндотелин бөлмейді. Эндотелин бұл тамырлар қабырғасын тарылтады, және де тромбоксан бөлмейді. Бұлар да тамыр қабырғасын тарылтып, тромбтардың түзілуіне ықпал етеді. Қалыпты жағдайда бұларды бөлмейді. Және де сонымен қоса қалыпты жағдайда тамыр қабырғасы өзінен простациклиндерді бөледі. Простациклиндер бұл тамыр қабырғасын кеңейтуге әсер етеді. Соның әсері арқылы біздің жүрегімізде ишемиялық ауру пайда болмайды. Ал егер атеросклерозбен бітелетін болса, онда ол тромбтардың даму қаупі өте жоғары болып табылады. Енді атеросклерозбен ауырда ол жерде гепарин тәрізді заттар бөлінбейді, қан қоюланады. Одан кейін тромбоксан А2 бөлінеді, ол тромбтардың түзілуіне көмегін тигізеді. Одан кейін простациклин, азот оксидтері бөлінбейді, сол арқылы бізде тамыр қабырғасы тарылады. Тамыр қабырғасы тарылып, жүрекке оттегі аз барады. Соның әсерінен бізде жүректің ишемиялық аурулары дамиды. Енді жүректің ишемиялық ауруларына қандай аурулар жатады? Оған біз көп адамдардың білуін хабары бар шығар. Бұл стенокардия және де миокард инфарктісі. Стенокардия кездерінде олардың да бірнеше түрлері бар. Өздерінің стабильді емес, түнгі
жүктемелі сынды бірнеше түрлері бар. Оларға алдағы уақытта видео шығатын болады, жеке видео. Сол үшін каналға тіркеліп қояйық. Так, ол стенокардия мен миокардтың айырмашылығы: стенокардия бұл өтпелі ауырсынулармен жүреді, ал инфаркт бұл жүректің некроздалуымен бірге жүреді. Яғни стенокардия 1-2 минутқа ғана созылатын болса, инфаркт бұл 20 минуттан көп жүректіңіне қан бармауы салдарынан жүректіңдері некроздала бастайды. Яғни аэробты гликолиз жүрудің орнына анаэробты гликоз жүреді. Оның салдарынан бізде лактат пируваттар жинала бастайды. Қан бармаған соң ол жерде ишемиялық ошақтар пайда болып некроздалады және ауырсыну, төс артындағы ауырсыну пайда болады. Бұл жаңағы лактат пируваттардың жиналуына байланысты. Және де кейбір адамдарда ауырсыну табалдырығы басқаша болуына байланысты, яғни жоғары болуына байланысты. Мысалы, қант диабетімен ауыратын адамдарда стенокардия өте ауыр жағдайларда көрініс береді, немесе миокард инфарктісі бұлар өте асқынған жағдайларда көрініс бере бастайды. Енді бұлардың барлығы да жүрекке оттегінің, яғни қоректік заттардың бармауына байланысты туындаса, бұны біз коронагенді, яғни коронарлы тамырлардың қандай да бір заттармен бітелуі, тарылуы салдарынан пайда болады. Енді бұлардың біз тағы бір түрін ажыратамыз. Бұл коронагенді емес, немесе кардиомиопатиялық. Оның да біз өз түрлерін ажыратамыз: біріншілік және екіншілік. Біріншілік коронагенді емес миокардтың зақымдануы бұл көп жағдайларда емес, негізінен бұлар туа пайда болады. Яғни кардиомиопатияларда біз дилатациялық кардиомиопатия дейміз. Яғни бұлар доминантты тұқым қуалайтын ауру болып табылады, бірақ та бұлар өте сирек кездеседі. Доминантты, яғни дилатациялық кардиомиопатия ол қалай көрінеді? Ол жүрек қабырғалары өте жіңішке. Мына жерде сәл ұқсамайды енді, бірақ та ұқсатуға тырыстық. Жүрек қабырғалары өте жіңішке болады және де іші өте кең болып табылады. Бұны дилатациялық кардиомиопатия дейді. Бұл туа пайда болады. Одан кейін бізде гипертрофияланған кардиомиопатия деген түрі бар. Яғни ол туыла салысымен балада жүрек қабырғалары гипертрофияланып өте үлкен болып туылады. Одан кейін біздегі кардиомиопатиялардың түрі бұл рестрикциялық, яғни жүрек қабырғаларында туылған кезде тыртықтар пайда болады. Яғни мына секілді бір тыртықтар болуы мүмкін. Бұл жүректің өткіштік жүйесіне, жиырылғыштық жүйесіне, автоматизм қасиеттеріне кері әсерін тигізеді. Соның әсерінен бізде көптеген аритмиялар, қан айдау процестерінде қандай да бір қиындықтар туындайды. Одан кейінгісі тағы бір түрі бұл жүректің аритмогенді кардиомиопатиясы. Яғни бала туыла салысымен жүрегінде көптеген аритмиялар пайда болады. Одан кейінгісі екіншілік кардиомиопатиялар. Екіншілік кардиомиопатияларға біз оларға көбінесе негізінен жүре пайда болған ауруларды жатқызамыз. Жүре пайда болған аурулар бұл неде болуы мүмкін? Бұлар инфекция салдарынан болуы мүмкін, яғни инфекциялық миокардит, немесе қандай да бір травма, яғни біреу пышақпен соғып алуы мүмкін, біреу жұдырықпен қатты ұрып миокард қабырғасын жыртып жіберуі мүмкін. Сонда травмалық жарақаттарды, яғни механикалық зақымдалуларын айтамыз. Одан кейін бізге қандай да бір ол адамға токсикалық металдармен улану, немесе қандай да бір жыландардың, шаяндардың шағып алу салдарынан миокардтың зақымдануы мүмкін. Одан кейін тағы бір түрі бұл бізде екіқабат әйелдерде токсикоз салдарларынан да миокард қабырғасы зақымдалуы мүмкін. Бұл бізде екіншілік кардиомиопатия деп аталады. Енді біз миокардтың зақымдалуына толығымен тоқталдық. Енді біз перикард зақымдалуы туралы көп айтпаймыз. Енді бұлардың барлығы бір-біріне ұқсас, яғни перикардта оларда қандай да бір инфекциялар салдарынан инфекциялық перикардиттер пайда болуы мүмкін, не болмаса қандай да бір ол жерге сұйықтық жиналуы мүмкін.
соған байланысты бұлар өз алдына бөлек тақырып болып табылады. Ал аритмияларға оларға алдағы уақытта жеке видео шығатын болады. Яғни аритмиялар олар өте үлкен тақырып. Олардың ішінде блокадалар, тахикардиялар, брадикардиялар, ЭКГ-да қалай көрініс береді, солар жайлы видео шығатын болады. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қазақ тілді медициналық каналды қолдауды ұмытпайық. Және де қандай да бір сұрақтар болатын болса, мен инстаграм желіме өтіп сұрақ қойсаңыздар болады. Қош сау болыңыздар.